Қарапайым ғана тіршілігі бар отбасында өстім. Әкем жердің ыстығын да суығын да көрген шаруа. Бақшасында күні бойы еңкейіп жүретін. Анам үйдің шырайын келтіріп отырған сабырлы жан. Екеуі де бір ғана зейнетақы қарап отырған. Бізді асырау үшін барын салатын. Әжем де бірге тұратын. Ақ жаулығы желбіреген, дәмді тамағы мен ақылын аямаған асыл жан. Сол бір күн есімде. Әлі де сайрап тұр. 5-ші сыныпта оқитын кезім. Көктемнің шуақты күні еді. Анам қонақ күтіп ерте тұрып бауырсақ пісіріп жатқан. Үйдің іші бауырсақтың иісіне тұнып, әжем самаурынға шай қойып, үйдің іші ерекше көңіл күйге бөленіп тұрған. Мен үйдің алдында табалдырықтың қасында ойнап жүргенмін. Қолында шыланып тұрған ыстық май құйылған табаны бар. Анам тамақ әзірлейтін ескі сарайға қарай асығып бара жатқан. Балалықпен байқамай жүгіріп барып анама соқтығысып қалдым. Сол сәт мәңгіге есімде қалып қойды. Анам есеңгіреп барып табаны қолынан түсіріп алды. Ыстық май төгіліп төбемнен төмен қарай құйылып түсті. Шыр етіп айқай салғанымда жер дүние тынғандай болды. Денемнің әр талы күйіп бара жатыр. Анам да майдың шашырағанын аяғын күйдіріп алған екен. Бірақ ол өз жанын емес, мен ойлады. Жылап жүріп мені көтеріп алды. Қолымен құшағына басты. Қорықпа қызым, бәрі жақсы болады деп, көз жасын тығып тұрып мені үйге кіргізді. Әжем есеңгіреп қалған. Сол күннен кейін менің өмірім мүлде басқа арнаға бұрылды. Бетімде қорқынышты тыртық қалды. Денемнің әр тұсында күйіктің ізі мәңгілікке таңба болып басылып қалды. Айнаға қарауға қорқатын болдым. Өзімді ұсқынсыз сезіндім. Әсіресе бойжеткен шақта бұл өте ауыр еді. Көше бойында кетіп бара жатсам да, мектептің партасында отырсам да біреудің сыбырлағаны, біреудің көзқарасы бәрі мені түйдей беретін. Қыздар тобы сыртымнан күлетін. Мына түріне кім қарайды деген сөзді бір естіп өмір бойы ұмытпадым. Алайда ағаларым мен бауырларым мені жанындай қорғады. Біреу бетіме қарап тіс жаруға батпады. Тек ішімнен жыладым күнде. Тыңдамайын десем де жүрек бәрін естиді. Ол кезде қазіргі пластикалық ота жайлы білмейтін едік қой. Тек үміт пен білім ғана серігім болды. Мектепте өте жақсы оқыдым. Білімге сүңгіп кеттім. Кітаптар мен дәптерлер менің жыламаған әлемім еді. Біздің үйдің бәрі сондай болатын. Ағаларым да інілерім де үздік оқыды. Үйімізде тәртіп пен талап мықты еді. Оның бәрі біздің әжемнің арқасы. Ақ самайлы көгереген әже болатын. Кезінде мұғалім болған. Бізге сабақ сұрап отырғанда қатал ұстазға айналатын. Тіпті мектептегі мұғалімдеріміз де артық талап қоятын. Бірақ сол талап пен тәрбиенің арқасында біз ештеңеге жалтақтамай біліммен жол салдық. Бетімдегі тыртық менің тағдырым еді, бірақ сол тыртықтың астында қайсарлық пен үміт өсіп жатты. Менің тектілікті бойға сіңірген отбасым ең үлкен байлығым еді. Мектепті үздік бітіріп, болашаққа үлкен үмітпен қараған кезім. Қалаға барып жоғары білім алып, өз арманымды жүзеге асырамын деп жоспарлап жүргенде, тағдыр мені басқа жолға бұрып жіберді. Бір күні ауыл шетінде жүргенімде малшының ұлы мені алып қашты. Ол өте кедей тұратын, үйлері ескі лашық еді. Қалғым келмеген, бірақ өмірімде алғаш рет жігіт мені ұнатып алып қашты деп ойладым. Бәлкім бұл тағдырым шығар дедім. Қуып келген жеңгелеріме өз еркіммен келдім деп әлгі лашықта қалдым. Тұрмыс құрған соң қалаға барып оқимын деп іштей жоспар құрдым. Алайда күйеуім мені құл ретінде алғанын сезбеппін. Таңнан кешке дейін үй шаруасымен айналысып, малға қарадым. Күйеуімнің мейірімі жоқ, сөзі ауыр, қолы қатты болды. Армандарым біртіндеп сөне бастағандай. Бірақ мен ішімдегі үміт отын өшірмедім. Әжемнің тәрбиесі, ағаларымның қамқорлығы, білімге деген құштарлығы мені алға жетеледі. Енем ұлына, мына құбыжықтан басқа қатын құрып қалды ма деп
түрінің өзі адамды қорқытады деп айдап салады. Шыдамадым қорлыққа. Еш себепсіз күйеуім деген сорлы шашымнан сүйреп ұратын. 3 ай тұрып, ол үйден көгерген түріммен қашып кеттім. Үйге бардым. Ағаларым ашуланып күйеуімді оңдырмай сабап ақысын берді. Біздер некеге тұрмадық, той да болмаған еді. 1 жыл бойы қалада ағаларыммен тұрып жұмыс істедім. Бұл менің өмірімдегі ең күрделі, бірақ ең пайдалы кезеңдердің бірі болды. Жұмыс пен күнделікті күйбең тіршіліктің арасында мен өз арманымды ұмытпадым. Ағылшын тілін терең меңгеріп, сол салада оқуға түсу. Қиындықтарға қарамастан келесі жылы өзімді толықтай жинап, еш кедергісіз ағылшын мамандығына оқуға қабылдандым. Университет мені басқа әлеммен таныстырды. Түрлі мемлекеттерде келген студенттер, әртүрлі мәдениет, өмірге деген басқа көзқарастар. Солардың ішінде мені өзіне ерекше тартқан Кореядан келген Ким Мун есімді қыз болды. Ол да мен секілді тым сәнді емес, бірақ өте ақылды, мейірімді болатын. Бастапқыда біз тек сабақ туралы сөйлесетінбіз, алайда уақыт өте келе ол менің жақын досым айналды. Екеуміз де көп нәрседен ұялатынбыз, көп сөйлемейтін едік, бірақ сыр бөліскен сайын жүрегіміз жақындай түсті. Уақыт сулап өтті, университет бітті, Ким Мун еліне қайтатын болды. Онымен қоштасу оңай болмады. Кетер алдында ол маған Кореядағы пластикалық оталар туралы айтып берді. Өзінің де түр әлпетіне байланысты комплекстері болғанын жасырмады. Сол себепті Кореяда алғашқы сыртқы келбетін өзгерту қалыпты дүние екенін айтты. Қаласаң біздің елге кел, мынау менің мекен-жайым, үйге келсең қонақ боласың, деді ол маған жымиып. Сол сәттен бастап жүрегімде бір нәрсе өзгерді. Корея мен үшін жай ел емес, мүмкіндіктер мекеніне айналды. Өзгеруді, жаңаша өмір бастауды армандадым. Күн сайын корей тілін меңгеріп, интернеттен елдің мәдениетін, салт-дәстүрімен таныса бастадым. Біртүрлі, бірақ қызық сезім. Сол елге барсам, өзімді басқа қырдан табатындай көрінді. Ким Мун еліне кетіп бара жатқанда маған бір пара қағазға жазылған мекен-жайды ұстатты. Келгің келсе, есігіміз әрқашан ашық, деді жымиып. Ол кезде бұл сөзге жай ғана бас изеп қоштасқандай болсам да, жүрегімде бір үміт ұялады. Сол күннен бастап менің ішкі арманым оянып, сол арманмен өмір сүре бастадым. Пластикалық ота жайлы Ким Муннан естіген соң, бұл ойды үйдегілерге де айттым. Алғашында іштей уайымдадым, қарсы болады ма деп, бірақ таңғаларлығы сол, бәрі мені қолдады. Өзімді бұрын-соңды дәл осылай түсінгендерін сезбеппін. 3 жыл бойы мен үшін ақша жинады. Өзім де қарап қалмай мамандығым бойынша жұмыс жасап, азын-аулақ қаржы жинадым. Бұл жай ақша емес еді. Бұл сенімнің, үміттің, сүйіспеншіліктің жинақталған нышаны болатын. Ким Мунмен үнемі байланыста болдым. Ол менің әр қадамымды бақылап, ақылын айтып отырды. Келісілген күн жеткенде ағамен бірге Кореяға аттандым. Бейтаныс ел, бейтаныс орта, бәрі жаңаша, бәрі ерекше. Бірақ мен қорықпадым, өйткені мені сол жақта Ким Мун күтіп тұрғанын білдім. Ота сәтті өтті. Бірнеше айдан соң айнадағы бейнеге қарап өзімді танымадым. Бұрынғы мен ұяң, өзіне сенімсіз, көп нәрседен қысылатын қыз артта қалды. Қазір менің жеке офисім бар. Корей, ағылшын тілінен сабақ беремін. Жанымда білімді, көзі ашық күйеуім бар. 2 балам бар. Бақытты отбасымын. Осындай бақытты болуыма ағаларым, отбасым себепші. Кезінде отаға ағаларым да көп қаржы берді. Байғұс анамның үстінен жүк түскендей. Ол менің күйіп қалғанымды өзінің кінәсі деп 16 жыл бойы өзін кінәлап келген еді. Ал мені кезінде қорлаған енем мен күйеуім ауылда әлі мал бағып тұрып жатыр. Сол баяғы лашықта. Менен кейін де неше әйел алғанын естідім. Бірақ менің жүрегім ол үшін ауырмайды.